Армысыздар құрметті телекөрермен. Елдің көкейтесті мәселелерін талдап айтып, жан-жақты ой елегінен өткізіп, саралайтын талқылайық бағдарламасы эфирде. Бүгін талқыға салатын тақырыбымыз біршама отандастарымыздың көрші мемлекеттерге көшіп кету жайында болмақ. Тақырыпты кеңінен ашу үшін алдымен сюжет көрейік. Ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің мәлімдеуінше елімізден 2018 жылы жалпы саны 41.894 адам басқа мемлекетке көшкен. Қоныс аударып жатқандардың басым бөлігі өздерінің тарихи отандарына оралып жатқан өзге ұлт өкілдері. Сонымен қатар шетелден білім алсақ, сол жақта жұмыс істеп, қомақты қаражат жинасақ деп кетіп жатқан қаракөздеріміз де жетерлік. Халықтың жұмыспен қамтылуына жүргізілетін зерттеу қорытындылары бойынша елімізде 18 және 28 жас аралығындағы жұмыссыз жастар саны 2018 жылғы көрсеткіш бойынша 78.500 адамды құраған. Бұл жастар жұмыссыздығы деңгейінің 3,6% екендігін көрсетіп отыр. Енді жұмыссыздық құрылымына келетін болсақ, 15 жастан 24 жас аралығында 8,5%-ды, 25 жастан 34 жас аралығында 39,7%-ды, 35 жастан 54 жас аралығында 39,9%-ды, 55 жастан жоғары жастағылар 11,9%-ды құрады. Жұмыссыздықпен күрес әлемдік проблемалардың бірі. Халықаралық еңбек ұйымының басшысы Гай Райдердің мәлімдемесі бойынша дамыған елдердің өзінде күніне $3.10 артық алмайтындардың өзі 5 миллионға жеткен. Осылайша әлемдегі жұмыссыздар саны 199 миллион адамды құрап отыр. Осы тақырыпты экс-министр Дархан Қалетаев талқыға салған еді. Оның айтуынша әр сала мамандарының шетел асып жұмыс істеп жатқандар саны 34-тен 88%-ға артқан. Бір Ресейдің өзінде 70 мыңнан аса студентіміз білім алуда. Олардың қаншасы елге келетіні, ал қаншасы сол жақта қалып қоятыны белгісіз. Біз айтып отырған көрсеткіш елден көшіп жатқандар саны, ал елге оралып келіп жатқандар мен азаматтық алып жатқан қандастарымызда жетерлік. Статистика сөйлесін. Статистика агенттігінің мәлімдеуінше өткен жылғы көрсеткіш бойынша елге көшіп келгендер саны 646.439 адамды құрап отыр. Ал Еуразиялық экономикалық комиссия болса басқаша ақпарды алға тартады. Олардың айтуынша Қазақстан Еуроодақтағы елдер ішінде көш бастап тұр екен. Өткен жарты жылдықтың өзінде елден 300 мыңнан аса адам кеткен. Қоныс аударушылардың басым бөлігі тарихи отанын іздеген славян ұлтының адамдары. Тақырыпқа қайта оралсақ. Мұхит асып ақшқа барып жұмыс істесем деп, сыртқы істер министрлігіне өтініш білдіріп жатқандардың көрсеткіші едәуір өскен екен. Былтырғы жылдың өзінде грин карт алуға 93 мыңнан аса адам өтініш білдірген. Бұл ақштың мемлекеттік департаментінің беріп отырған дерегі. Осы орайда ақшта жұмыс жасап жатқан жерлесіміз Рүстемді сөзге тартып, видео хабарлама арқылы тілдескен едік. Қарапайым жүк тасымалдайтын көліктің жүргізушісі болып қызмет ететін жігіттің айтуынша, бір айда $12 мың ақша табамын дейді. Себебі ол жақта қызметке төленетін ақша күндеп емес, айлап емес, сағатпен төленеді. Біз ақштың Иллинойс штатындағы бауырымыз Рүстеммен арнайы байланысқан болатынбыз. Если сравнивать Казахстан и Америку, Америка, да, в действительности она ушла намного вперед во всех направлениях, во всех планах. И, наверное, так и заманился, так и остался первый год, второй год, и вот до сих пор нахожусь здесь. Когда работал первые года, у меня была зарплата $7 в час, работал 100 часов в неделю. Это $700 в неделю мне казались колоссальными деньгами. В студенческие годы $700 это довольно-таки приличная сумма. Я, насколько помню, месяц зарабатывал в Казахстане. Я работал, кстати, да, мебельщиком. Я зарабатывал что-то вроде $100, что-то в этом роде, или $200. И вот, как я говорил, человек очень быстро привыкает к хорошему. Я не скажу, что в Америке нет коррупции, в Америке она есть, но простые люди не видим, но все равно вся система, она построена так, что человек даже ни о чем не беспокоится практически. Все, что надо, это работать. Если ты работаешь, платишь налоги, то все у тебя складывается по маслу, все идет, и ты просто живешь и наслаждаешься жизнью. Сейчас я работаю дальнобойщиком. Вот, кстати, мой трак. Сейчас я нахожусь на разгрузке, поэтому немного запутанно, извините, если вид. Нахожусь я в аэропорту Лос-Анджелеса. По зарплате в Америке есть минимальная зарплата, это
$9 в час, это минимальная зарплата идет, меньше не могут платить. И работают люди в основном 40 часов в неделю, если по найму идешь. Если ты работаешь больше 40, то тебе платят овертайм, что в 1,5 раза. Получается, если тебе $10 зарплата в час, если как ты работаешь овертайм, тебе платят $15 в час. Такое законодательство. Да, у меня часто спрашивают, почему ты не возвращаешься домой, ты должен быть патриотом, почему ты находишься в Америке. Ну, я уже проживаю здесь 8 лет, я уже привык. И очень многие молодые люди, как сейчас практика показывает, очень много людей приезжает. Я сейчас встречаю. Раньше, когда, даже в городе Чикаго, где я проживаю на протяжении 7 лет, извиняюсь, наша диаспора была довольно маленькая. Сейчас каждым разом все увеличивается. И в основном молодые приезжают и остаются, так как Америка всех завлекает. Осы орайда бағдарлама редакторлары егер мүмкіндік болса, өзге елге көшірмедің деген сұрақты бір қатар жастарымызға қойып көрген болатын. Алынған жауап мынадай. Бірге көрейік. Қазақ студенттеріне сондай мүмкіндік беріп жатқанда біз неге бармасқа? Мысалы Канада, Америка, ақш, Ресей сияқты елдерге барып, мен солардың ішкі систематикасын біліп, өзімнің еліме қайтып, сол білімін жинақтап қайтып оралар едім. Қазақстанда ондай мәселе өте өзекті. Жалақының аздығы, жұмыстың тапшылығы деген сияқты нәрселер. Және де егер де маған өзіме осындай мүмкіншілік туып тұрса, мен ойланбастан барар едім. Өз басыма келген болсам, мамандығым ақпарат технологиялар саласы, яғни болашақ программистпін. Қазіргі таңда Қазақстанда программистер көбінше жағдай жасалмаған, көптеген жұмыс орындары жоқ, жалақының төмендігі салыстырмалы түрде қарағанда. Қазақстанда болашақта біз көтермесек, біз экономикасын дамытпасақ, біз саясатын дамытпасақ, оны кім дамытады? Көріп отырғандарыңыздай сан түрлі пікір, сан алуан жауап берілді. Ендігі жерде шетелге көшемін деп бекінген жастарымызды, жас мамандарымызды өзіміздің елде алып қалу үшін қандай жұмыстар жасалуда? Осы сұрақты бір қатар мінбердегі азаматтарға қойып көрдік. Бұл жерде де пікірлер жан-жақты болды. Шетке кетіп жатқан біздің халқымыздың, тұрғындарымыздың, жастарымыздың жылдан жылға көбею тенденциясы ол біздің мемлекетіміздің ашықтығын көрсетеді. Қазіргі уақытта бізде шетелде оқитын, шетелде жұмыс жасайтын, шетелден білім алғысы келетін, шетелден тәжірибе жинақтағысы келетін жастардың көбейген тенденциясы бар. Ол бір жағынан мүмкін нашар шығады, бірақ бір жағынан жақсы да болуы мүмкін. Себебі озық тәжірибелерді алып елге қайтып келу мәселесін біз ойластыруымыз керек. Бұл жерде әрине патриотизм болу керек. Осы өзімнің туған еліме мен өзім қызмет жасамасам кім жасайды деген нәрсе болу керек. Естественный процесс во всех государствах. Приезд людей, отъезд людей, в том числе на постоянное место жительства, на временное, изучить ситуацию. Поэтому с этим процессом не надо бороться. Необходимо на него влиять в том или ином отношении. Но прежде всего разобраться, почему люди уезжают. Основную часть все-таки миграции, которую составляет, это все-таки люди до старшего возраста, так будем мягко говорить, до старшего возраста. Поэтому у них есть родители, и если родители будут чувствовать и уверены в своих детях, они будут всегда им говорить о том, что Казахстан наша родина, здесь нужно работать, здесь мы можем больше пользы принести, здесь мы можем более раскрыть все свои потенциалы. Да, есть такая статистика, но там надо работать и сделать большой анализ. Я был в Америке, я видел, допустим, в том же Нью-Йорке, около Вашингтона, там живут, скажем, наподобие бедных районов, и у них условия жизни намного хуже, чем, скажем, у нас. Есть целая гетто, тоже не забывайте. Есть американская мечта, где человек может сам себя реализовать. А у нас есть казахстанская мечта. Белгілі қоғам қайраткері, қазақ спортың ардагері, олимпиада чемпионы, Жақсылық Үшкемпіров ағамыз бұл жағдайдың жанына бататын жеткізді. Әр азамат өз елінің дамуына қызмет жасаса дейді ағамыз. Жастарға менің айтатыным, қашанда болсын өз елінен артық ешнәрсе жоқ. Біз соларға сенеміз. Сондықтан да сол сенімнен олар шығу керек. Шетелге барып оқып, сол жақсы кетіп қалып қалғаннан ешнәрсе жоқ, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан да қанша болса да bizim babalarımız ойлап отыру керек қой. Осы топырақты алып қалатын солар ғой ертең, өңдейтін де. Конституцияның бірінші бабының бірінші тармағында мемлекеттің ең асыл қазынасы ол адам делінген. Ал көшіп жатқандар біздің елдің азаматтары. Тәуелсіз елімізге әрбір адам қымбат. Сол себепті өз мамандарымызды қадірлей білген абзалырақ болар. Ал бақытын өзге елден іздегендерге айтарымыз, өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол. Келесі аптада жолыққанша, еліміз аман,
жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын. Бұл талқылайық бағдарламасы. Көршілеріңізге айта отырыңыздар.